Абай Құнанбайұлының бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Істеп жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ер бағу? Жоқ, ерге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, не көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегенше өздері бағар. Азғантай ғана ғұмырымның қызығын көре алмай тұғын, ұры, залым, тіремсектердің азығын бағып беремін деп, қалған ғұмырымда қорғалар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да, ғылым сөзін сөйлесер де адам жоқ. Білгенімді кімге айтармын, білмегенімді кімнен сұрарсың? Софылық қылып дін бағу? Жоқ, оған да тыныштық керек. Не көңілде, не албыртқан бір күніңде тыныштық жоқ. Бұндай жерде не қылған софылық? Бала бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, бағудың мәнісін де білмеймін. Қай елге қосамын, қай харакетте қосамын. Оны да ермек қыла алмадым. Ақыр ойладым. Қалған өмірімді ақ қағаз бен қара сияны ермек қылып өткізейін. Егер кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Егер керек емес десе, онда өз сөзім өзімдікі дедім де, осыған байладым. Енді бұнан басқа жұмысым жоқ.